Барлықтарыңызға сәлем, құрметті ақхалатты абзал жандар. Бүгінгі сабағымызда біз кардиологияда жиі қолданылатын препараттарды фармакологикалық НК системасымен үйренетін боламыз. НК системасының артықшылығы қандай? Бұл ассоциациялық памятты іске қосады, яғни ассоциативті жады дегеніміз ол не? Мысалы, сен көшеде кетіп бара жатсың, бір адаммен танысып қалдың. Ол адамның аты, мысалға, Қуаныш болсын, или Мұрат болсын, который сенің папаңның атымен бірдей. Мысалға айтайын, мен бір қызбен, бір әйелмен таныстым, ол атыңыз кім дегенде, мен атым Нағима деп айтты да. Вау дегендей, мен ол адамды әлі танымасам да, мен ол адамды білмесем де, аты маған ұнап тұр. Неге? Себебі Нағима деген ат маған менің анаммен ассоциацияланады. Ассоциация деген екі заттың ортасын қосатын көпір. Неге медицинада ассоциативті жаттауымыз керек? Себебі біз ұмытып қала береміз. Мысалы, дәрілердің атын ұмытып қалмауымыз үшін, оны біз өмірмен ұштастыратын болсақ, ертең мысалы аспиринді аспиру деп жаттап алатын болсақ, ол еш қашанда ұмытылмайды. Аспирин енді танымал препарат, онсыз да білесіздер, бірақ қазір көптеген препараттарды көресіздер, атын біз қызықты ассоциативті формамен жаттаймыз. Біріншісі, кардиологияда жиі қолданылатын препарат аспирин. Аспириннің вариациялары өте көп, оларға мен қазір тоқталмаймын. Аспирин дегеніміз бұл циклооксигеназа 1, ЦОК2 мен ферменттерін тежеп, аз дозада тромбоксан А2 синтезін төмендетіп антиагреганттық әсер береді. Негізгі дозада простагландиндер синтезін тежейді, яғни қабынуға қарсы әсер көрсетеді. Әсері аз дозада антиагреганттық, негізгі дозада қабынуға қарсы әсері бар. Қандай кезде қолданылады? Инфаркт кезінде антиагреганттық терапия клопидрогельмен бірге, инсульттың профилактикасы және де қабынудың әртүрлі синдромдарында қолданады. Енді дәрінің жанама әсерін көп, мына флеш-карталарда дәл сол дәріге тән ең жиі кездесетін жанама әсерлер жазылды. Бірақ жаңағыдай бас ауру, ұйқының қашуы, өзін мазасыз сезіну, апатия дегендерді кез келген дәріге де айта берсеңіздер болады. Ал аспириннің жанама әсері өзіне тән жиі кездесетін асқазан ішек жарасын алып келуі мүмкін, ол жарадан қан кетуге алып келуі мүмкін, және де балаларда Рее синдромы энцефалопатияға алып келуі мүмкін. Аз дозасымен қабынуға қарсы дозаларын жазып қойдым. Енді дозасы да бұл әрекетке бағыттау емес, әр дәрінің дозасы әртүрлі болуы мүмкін, оның формасына байланысты әр науқасқа индивидуалды тұрғыда дәрігер тағайындайды. Келесі препарат бұл клопидрогель. Суретке қарасаңыздар, клоптардың суретін салдық, оның жанына жаңағыдай пшикалканың ішіне гель деп түсіндірдік. Клопгель, клопидрогель, клопгель деп жаттаймыз. Бұл P2Y12 рецепторларды тежеп, тромбоциттердің агрегациясын басады, яғни тромбоциттердің бір-біріне жабысу қабілетін төмендетеді. Солай бұл антиагреганттық әсерді көрсетеді. Қабынуға қарсы әсері жоқ. Инфаркт кезінде антиагреганттық терапия, инсульт профилактикасы, коронарлық артерияға жасалған оталардан кейінгі терапияда қолданылатын препарат. Жанама әсері қан кету және де тромбоцитопения. Дозасы 75 мг тәулігіне бір рет қолданылу. Келесі препарат кардиологияда жиі қолданылатын бұл статиндер. Ең бірінші бізде есте мықты қалатын бұл аторвастатин. Оны атарбада майстатин деп түсінеміз. Атарбада майстатин. Көрдіңіздер ме? Осылай аторвастатин дегенді біз миға атарбада май деп жаттап жатырмыз. Бұл ГМК коаредуктазаны тежеп, холестерин синтезін төмендетеді бауырдағы, гиполипидемиялық әсер көрсетеді, атеросклерозда, одан кейін гиперхолестеринемияда қолданылатын негізгі препарат. Өзіне тән жанама әсері миопатия, бұлшықеттің бұзылыстары, бауыр ферментінің жоғарылауына алып келеді. Дозасын көріп тұрсыздар 10-80 мг тәулігіне дейін. Келесі препараттарда розувастатин, оны розастатистика деп жаттаймыз. Розувастатин, розастатистика. Бұл препаратта тура жаңағыдай ГМК коаредуктазаны тежеп, холестерин синтезін азайтады, тек дозасында әртүрлілігі бар. Келесі препарат бұл рамиприл, арампиғыл деп жаздық. Рамиприл дегендей келтірсеңіздер болады, арампиғыл деп. Бұл ангетензин айналдырушы ферментті АПФ-те тежеп, қан қысымын төмендетеді, солай давлениені түсіреді, гипертензия және жүрек жеткіліксіздіктерінде қолданылады. Өзіне тән жанама әсері құрғақ жөтел мен гиперкалемия. Дозасы 2,5 мг-нан 10 мг-ға дейін. Ингибитор АПФ-тер 2,5 мг-да нефропротекция көрсетеді, яғни созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінің дамуын тоқтатып тұратын дәрі болып табылады. Келесі препарат лазартаң, оны лузер таң деп жаттаймыз. Лузерге де таң атады деп. Ангетензин рецепторларды тежеп, екі рецепторларына аралар бұлар вазоконстрикцияны азайтады. Тура гипотензия әсер береді, гипертензияда жүрек жеткіліксіздігінде
жанама әсері бас айналу немесе гиперкалемия болады. Дозасы да жаңағыдай әртүрлі форматта, оның негізгілері 50-100 мг деңгейінде. Рамиприлдан құрғақ жөтел берсе, осы араларға ауыстырады. Келесі препарат бұл метапролол, бета-блокатор. Бета бір адреналин рецепторлар тежеп, жүрек жиілігін төмендетеді, жиырылу. Яғни жүрекке барып тұрған симпатикалық жүйке жүйесінің әсерін төмендетіп беретін препарат. Әсері антиангиналдық, жүректегі ауырсыну сезімін да басып бере алады. Жүрекке коронарлық артерияға оттегін көп тасымалдау нәтижесінде, яғни қанды өткізгіштік пропускная способностьін арттырады. Гипотензивтік әсер гипертензияда, стенокардияда, жүрек жеткіліксіздік кезінде қолданылатын препарат. Брадикардия әлсіздік бере алады. Дозасы да таблетка әртүрлі форматта бар. Бисопролол, бисенбалол деп жаттаймыз. Бисенбалол, бисопролол, бұл да дәл жаңағыдай препарат, дозасымен ерекшеленеді. Келесі препарат бұл амлодипин, кальций блок, тамырларды кеңейтеді, ісіну жанама әсерін алып келеді деп жаттаймыз. Кальций каналдарын тежеу арқылы тамырлардағы, ол жердің тамырлардың жиырылуын төмендетеді, вазодилатацияны қамтамасыз етеді, яғни тамырларды ашып беретін препарат. Гипотензивтік әсер гипертензияда, стенокардияда жақсы қолданылады. Ісіну, бас ауыру, көбінесе аяқтың ісінулеріне алып келе алады. Дозасы 5-10 мг. Көрдіңіздер ме достар, біз бәр препаратты айтқан кезде оның атын, механизмін, әсерін, қолдануын, жанама әсерін, дозасын айтып жатырмыз. Осылай жаттасақ бізде мида ұғым қалады. Амлодипин, бұл таблетка, мынандай температурада балқиды, анау, мынандай ғалым ашты дегендер сіздерге қаттыға бір мәні жоқ. Осылай қысқаша жаттап алуларыңыз керек. Келесі нитроглицерин, гоночная машина, глушительнен азот шығып жатыр. Нитроазот глицерин май деп жаттаймыз. Нитроглицерин бұл тамырлардың тегіс бұлшықеттеріне NO-ны апарып береді. Донор ретінде солай NO вазодилатацияны қамтамасыз етеді. Антиангинальдық әсері бар. Стенокардия ұстамасында қолданылатын препарат, бірақ бұл давлениені резко түсіріп, бас айналуына да алып келуі мүмкін. Келесі препарат бұл фуросемид, фуросенбі деп жаттаймыз. Фуросемидті фуросенбі күні келеді. Бүйректің нефрон ілмегінде, проксималды түтікшеде натрий, калий, хлор иондарын реабсорбциясын тежейді, яғни ағзаға қайта сіңуін төмендету арқылы натрий, калий барлығы бізде осмостық зат болып табылады, өзімен бірге суды зәр арқылы көп алып кетеді. Солай диуретикалық әсер көрсетеді. Ісіну синдромында, гипертензияда қолданылады, гипокалемия, дегидратация алып келеді. Дозасы таблетированный әртүрлі формасы бар. Қараңыздар достар. Фуросемид препараты бұл тек қана экстренный жағдайларда жақсы көмектессе, мысалы созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар адамдарда, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бұл верашпирон деген препаратқа ауыстырылады. Яғни спиронолактон, ол калийді сақтап қалатын әсері бар. Басқа элементтер шығарады, бірақ калийді сақтап қалады. Мына келесі препарат спираль ақ, яғни спираль ақ наличка, яғни ортада спираль, ақ фонда наличка деп жаттаймыз. Спираль нал ақ деп, спиронолактон. Альдостеронның рецепторларын тежейді, калийдің шығарылуын азайтады. Калий сақтайды, бірақ жанама әсерлері бар, гинекомастия сияқты, гиперкалемия сияқты, калийдің шамадан тыс ағзада көбейіп кетуі мүмкін. Келесі препарат бұл амиодарон, оны біз амиодарю деп жаттаймыз. Амиодарон калий арналарын тежеп, жүрек реполяризациясын ұзартып береді. Яғни жүректің реполяризацияға дейінгі кезеңін ұзарту арқылы қайта тез қозуын төмендетеді. Амиодарон, сантадарон деген препараттар антиаритмиялық препарат. Аритмия кезінде қолданылады. Тиреоидный дисфункция, өкпе фиброзын алып келуі мүмкін. Бұл фибрилляция, қарыншалық діріл, қарыншалық пароксималь тахикардия кездерінде жақсы қолданылатын препарат. Келесі дигоксин. Бекерге ат пен адамды қоймадық. Атты біз жүрек дейтін болсақ, шабандоз үстіндегі дигоксин. Яғни ат шабандозсыз қатты шабалмайды ғой өзіме өзі. Тура сол сияқты үстіне жүректің мініп шаптыратын препарат дигоксин деп жаттайсыздар. Бұл натрий, калий, АТ фазаны тежеп, кардиотонический әсер көрсетеді. Жүректің жиырылуын күшейтіп береді. Жүрек жеткіліксіздігінде, аритмияларда, жүрекшелік форматтағы жыпылықтаушы аритмияларда жақсы қолданылатын препарат. Келесі энолаприл, бұл да ингибитор АПФ-тердің түрі. Энолаприл деп жаттаймыз. Енді ингибитор АПФ-тердің ішінде каптоприл бұл экстренный форматта қолданылатын препарат, ал қалғандары терапевтикалық ұзақ уақыт тағайындайтын препарат болып табылады. Энолаприл АПФ тежегіші, бұны бағана айттық, бәріне тән. Көрдіңіздер ме? Энолаприл болсын,
фазинаприл, периндаприл, кардиоприл, жаңағы рамиприл барлығы бірдей әсер береді, просто дозировкасы әртүрлі болуы мүмкін және аттары, бірақ бәрінің механизмі әсері қолданылуы бір. Сол себепті мен сіздерге кеңес беремін, әр классификациядан бір препараттан осылай жақсылап жаттап алыңыздар. Қазынаның астына сіздерге PDF файлы келеді, оны шығарып алып білімдеріңізге білім қосасыздар деп ойлаймын. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болған болса, инстаграмға dr_Давлетбаев қуанышты медицинаны белгілеп, осындай күшті жаңағы флеш-карталармен үйреніп жатырмын деп біздің жалпы бәрімізге ортақ каналымыздың қазақ медицинасын дамуына үлес қоса аласыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі жүйеде кездескен.